бағдарламасы, студияда журналист Айсын Байтақова. Бүгін Аймақ Тынысы бағдарламасының қонағы Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеті бөлімінің меңгерушісі Сынабаева Бақытгүл Амангелдіқызы студиямызға келіп отыр. Бақытгүл Амангелдіқызы студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз ер едіге түркіге ортақ тұлға. Бүгін ғана сіздерде осы Zoom платформасында үлкен конференция өтті, солай ма? Иә. Осы турасында айтып берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдарман қауым. Бүгін Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеттері бөлімінің ұйымдастыруымен ер едіге түркіге ортақ атты конференция өткен болатын. Қазақ хандығының түбі бір түркі жұртының ауқымды бөлігін қамтыған Ноғайлы Қыпшақ ұлысының қаһарман батырлары туралы халқымыздың ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа аңыз жырлар күйінде жеткен қастерлі мұралары жеткілікті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев көрсеткендей, Жошы хан, Бату хан, Берке хан, Мөңке Темір Өзбек хан, ер едіге және тағы басқа да Алтын Орда тарихында ерекше орын алатын. Ал осылардың ішінде көреген мемлекет қайраткері, ерен ерлігімен қоса, әділ билігімен де есімі аңызға айналып, Алтын Орда хандарының ақылшысы, халық қамқоры болған ер едігенің орнымен рөлі ерекше. Едіге халқы ардақ тұтқан батыр, ақыл парасатқа бай, турасын айтатын шешен, әділ би. Ер едігенің өмірі мен ізгі істері, ел үшін, жер үшін жасаған ерен ерліктері жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәрбиелеуге жол ашады. Бүгін Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында өлкетану әдебиеттері бөлімінде осы тақырыпты көтеріп зерттелуге және насихаттау барысында Ақтөбе қаласының, облысының танымал азаматтары, ғалымдар, журналистер, өнерпаздар қатысқан болатын. Едіге